Сәлематсыздар ма? Тараз техника және бизнес колледжі қазақ тілі мен әдебиеті пәні, бөлім, тіл, өнер, әдебиет. Сабақтың тақырыбы Ілияс Жансүгіровтің «Күй» поэмасы. Құрастырған оқытушы Нұрмаханова Мөлдір Қасенқызы. Сабақтың мақсаты Ілияс Жансүгіровтің «Күй» поэмасымен таныстыру. Поэмадан үзінді тыңдай отырып, мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізе білуге үйрету, поэмадағы күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау. Ой түрткі: білімгерлер, Ілияс Жансүгіров кім? Ілияс Жансүгіров туралы не білесіз? Қандай шығармаларын атай аласыз? Қандай қазақтың ұлттық аспабын білесіз? Ал енді біз жаңа сабағымызға өтпес бұрын алдымен күй дегеннің не екенін, поэма дегеннің не екенін есімізге түсіре кетейік. Күй қазақтың домбыра, қобыз сияқты ұлттық аспаптармен орындалатын шығарма. Поэма, грекше поэма туынды деген сөзді білдіреді. Өмірде болған немесе болуға тиіс күрделі құбылыстар мен күрделі келелі оқиғаларды алуан адам тағдыры мен заман шындығын көлемді, желілі, эпикалық немесе лирикалық сипаттағы өлеңмен суреттеу. Балалар, білімгерлер, біз жаңа сабағымызды өтпес бұрын сол сабаққа байланысты жаңа сөздерге тоқтала кетейік. Дәптерлерімізді ашып, мына жаңа сөздерді жазып аламыз. Шытырман, сложный, маңғаз, важный, спокойный, гордый, боталайды, родить верблюжонка, қағида, правило, принцип, көркем сөз, выразительное чтение, выразительная речь. Барлықтарың жазып алды деген үміттемін. Енді әрі қарай мәтінді мұқият оқып, қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтаңыздар. Мәтінді мен оқимын, сіздер тек қана қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын жазып отырыңыздар. Ілияс Жансүгіров «Күй» поэмасын 1929 жылы жазды. Бұл ақынның өнер тақырыбындағы алғашқы поэмасы. Поэманың сюжеті бар. Поэманың сюжеті халық арасындағы бозінген аңызына негізделген. Поэманың кейіпкері қобызшы Молықбай шал. Поэмада қобызшы Молықбай шалдың айтқан ретінде аңыз әңгімелеп беріледі. Баяғыда Сыр өзенінің бойында Бағлан деген бай болыпты. Оның маңғаз бозінгені болады. Бір күні бозінген боталайды. Ұрылар ботаны ұрлап, бозінгенді керуенге сатып жібереді. Бозінген ботасын іздеп зарлайды. Молықбай қобызшы күй арқылы бозінгеннің зарын шебер жеткізген. Ақын Молықбай шалдың өнері арқылы халықтың өнерін көрсетті. Халық арасындағы ғажайып өнерді жырлайды. Өнердің құдіретін, эстетикалық күшін танытуды мақсат еткен. Ілияс Жансүгіровтың поэманы жазудағы негізгі қағидасы өнердің құдіретін көркем сөзбен жеткізу болып табылады. Ақын сол мақсатына жеткен. Ал енді мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтаймыз. Мәтінде маңғаз, боталау, қағида деген 3 сөз ғана қою қаріппен жазылған. Енді оның мағыналарын сіздер дұрыс жазды деп ойлаймын. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Маңғаз паң, кербез, байсалды, салмақты деген мағынаны білдіреді. Боталау ішіндегі төлдің физиологиялық даму процесі аяқталғанда інгеннің бота табуы. Айыр түйе ботасын 14 ай көтереді, аруана 13 ай көтереді екен. Қағида белгілі білім жүйесінің түп негізі, алғы бастамасы. Сіздер дұрыс жазды деген ойдамын. Ал енді осы поэмаға байланысты ақпаратты тексереміз. Қайсы дұрыс емес дегендерін дәптерлеріңізге жазып, маған кері байланысқа шығасыздар. Күй поэмасы ақынның өнер тақырыбындағы соңғы поэмасы. Поэманың кейіпкері қобызшы Молықбай шал. Молықбай домбырашы, күй арқылы бозінген зарын шебер жеткізген. Ұрылар ботаны ұрлап, бозінгенді керуенге сатып жібереді. Ақын Молықбай шалдың өнері арқылы халықтың өнерін көрсетеді. Ал енді осы әңгімеміздегі Молықбай Байсағұлы қобызшы, бақсы, кеңестік саяси қуғын сүргіннің құрбаны,
Өнерпаздық емшілік қасиеті әкесінен дарыған. Молықбай жыр дүлдүлі, Ілияс Жансүгіровтің кіндік әкесі, ақынның күйші поэмасының басты кейіпкері. Енді білімгерлер күйші поэмасынан үзінді тыңдаймыз. Мен оқимын, сіздер кейін осы поэма бойынша тапсырмалар орындайсыздар. Сондықтан көңілдеріңізді бөліп мұқият тыңдап отырыңыздар. Қобызшы. Қобызшы Молықбай шал Матайдағы, Матайда кенже тұңғат Сақайдағы. Қазақта қобызшының қалғаны сол, жұрқ еді маймаңдаған бақайшағы. Жарқабақ Сидар Сақай сары шұбар шал, жарықшақ үні тозған қаңсыған шал. Іріңдеп екі көзі қолды рүлдеп, аузынан азу түсін аршыған шал. Еңкейіп екіндідей күні кеткен, жұқартып нашарланып күйе кеткен. Қобыз жол ақ көбікті аңыратқан, боздатып бозінгенді күңіренткен. Қобыз жол көк кербекті күрілдеткен, дүлдүлін ер әлінің дүрілдеткен. Орсан мен Орманбеттің айрылғанын жырласқан Ноғай қазақ күйін шерткен. Қобыз жол Қорамжанның күйін тартқан, зарлы қыл қиялын қиындатқан. Қалыпты қолда қолын көне қобыз, о баста сырмайлатқан, күміс шапқан. Ал енді білімгерлер, мұны айтылым тапсырмасын орындаймыз. Осы оқылған күй поэмасынан үзінді бойынша бірінші сұрақ. Поэманың негізгі идеясын ашатын сұрақтарды дайындаңыз. Екінші, үзіндіден күрделі сөздерді тауып жасалу жолын анықтаңыз. Үшінші, үзінді кейіпкері кім? Төртінші, қобыздың үні қалай суреттелген? Кері байланысқа бүгін не үйрендің? Сен үшін қандай тапсырма қызық болды? Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Білімгерлер, осымен сабағымыз аяқталды. Тапсырманы орындап кері байланысқа шығамыз. Көріскенше қош сау болыңыздар.